Жаңалықтарым жалғастырамыз. Алда қылышын сүйретіп қыс келеді. Әзірге Жамбыл облысы тұрғындарының қатты отынмен қамтамасыз етілуі қай деңгейде? Тұрғындар сұранысымен бюджеттік мекемелерге қанша көмір керек? Осы мәселелер бүгін облыс әкімдігінде өткен жиында қаралды. Биылғы жылыту маусымы үшін Жамбыл облысына 332 мың тонна көмір керек. Оның бүгінгі таңда 110 мың тоннасы сатып алынған. Бұл шамамен 33% құрап отыр. Алайда күз мезгілінің жақындап қалғанын ескерсек, жұмысты жеделдету керек. Себебі кейбір аудандарда көмірді тасу әлі облыстық көрсеткіштен төмен болып отыр. Қазіргі уақытта өңірімізге қатты отын тасумен айналысатын 30 мекеме болса, олар Шұбаркөл, Қаражыра және Екібастұз көмірлерін қамтамасыз етеді. Сарысу 14,4%, Жуалы 21,4%, Жамбыл 22,7%, Талас 28,3%, және Шу ауданы 25% құрап отыр. Бұл баспасөз негізі осы жұма күнге мәлімет. Аудандарда қатты отынды сақтаудың өзіндік проблемалары да туындап отыр. Себебі тұрғындардың қазір көмірді сатып алу жағы төмен. Сондықтан облыстағы 19 темір жол тұйығы қатты отынға толып тұр. Жиында облыс басшысы көмірді тұрғындарға өткізу үшін әрбір ауыл әкімдігі түсіндіру жұмыстарын жүргізу керектігін айтты. Себебі қазір жоғарғы сапалы Шұбаркөл көмірінің 1 тоннасы 14 мың теңгеден сатылуда, ал қыс мезгілінде оның бағасы 25 мыңға дейін баруы мүмкін. Тұрғындар алмай жатса, соны түсіндіру керек қой. Енді ертең айталық, қазан айында оның бағасы қандай болады, қараша айында оның бағасы қандай болады. Ол бір, екіншіден жарайды, бағадан бұрын тағы еще сол кезде алам деген кезде көмір болады, болмайды. Ол екі. Ондай жұмыс жоқ қой енді. Құрашин айталық, бүгін алынбай жатыр деп, қыз әкемат тек қана мәлімет береді. Былтыр баға қаншадан болды? Айталық, сол тасымалдаушы мекемелердің саны аз болғандығынан, жалпы бәсекелестіктің аз болғандығынан баға қаншаға өсті. Көрші мұны басқа аудандармен салыстырған кезде. Енді міне жерде айталған әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация маған араласатын болса, не болса біздің механизмді пайдаланатын болса, онда ол баға қаншаға төмендегелі отыр. Басқосуда облыстың көмір нарығындағы қаржылық мәселені шешіп, бағаны тұрақтандыру мақсатында Тараз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына әр ауданда арнайы сату нүктелерін ашу мәселесі ұсынылды. Бұл облыс басшысы тарапынан да қолдау тапты. Өйткені осындай жолмен көмір бағасын тұрақтандыруға болады. Облыс басшылығы тарапынан алдағы уақытта аз қамтылған отбасылардың тізімі жасалып, оларды арзан немесе тегін көмірмен қамтамасыз ету жөнінде аудандарға тапсырма жүктелді. Себебі елдің бәрінің жағдайы бірдей емес. Отырыста айтылған екінші бір маңызды мәселе аудандарға көмірдің дер кезінде жетуі. Облыс әкімі өңірді қатты отынмен қамту үшін бекітілген арнайы ереже дайындау керектігін айтты. Осыған сәйкес алда межелі жұмыс жүргізіледі. Жиында қазір көмір тасудан кешігіп келе жатқан Шу, Сарысу, Талас аудандарының әкімдері байланысқа шығып, жұмысты толығымен 1 қыркүйекке дейін аяқтайтындарын айтты. Айбол Қараш, Марат Таубай және Өміртай Ибрай, жаңалықтар қызметі.